Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында венский вафлидің рецептін ұсынғым келеді. Жасалу жолы өте оңай. Бұл рецептпен жасасаңыздар, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, маргарин, сүт, ұн және картофельный крахмал, разрыхитель және ванилин қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаларымызға шекерімізді қосып, бенчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ, жай ғана араластырып отырсаңыз да болғаны. Үстіне ерітілген сары майымызды саламыз. Және сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды саламыз және крахмалымызды саламыз. Разрыхительный саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, қалған ұнымызға ванилинімізді қосып, араластырып, салмамызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, міне осындай қамыр дайын болады. Қатты емес, сұйық емес, бір қалыпты құймалжың қамыр пайда болады. Енді осы қамырларымызды вафельницаға салып пісіріп алатын боламыз. Алдын ала қыздырып алыңыздар. Шамамен 7-6 минутта пісіретін болады. Әркімде вафельница әртүрлі. Қыздыра бастағанда вафельниді алатын боламыз. Осылай қызарып піседі. Қарай өздеріңіз сахарный пудра, шоколад, жем-шелектермен, болмаса вареный сгущенкамен қоссаңыздар болады.
әсемдігі үшін мен сахарный пудраны пайдаландым және Қазақстан шоколадымен әсемдедім. Дәмді вафлилерді таңғы асқа балаларыңызға және жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Ас болсын.